Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде бірінші алғашқы рет Өскемен қаласында Өскемен креатив орталығының лайв подкаст жобасы. Бүгін біздің бірінші түсірілім болғандықтан керемет қонақтарымызды шақырып отырмыз. Қонақтарымыздың арасында әртүрлі шығармашыл адамдар, сонымен қатар креативті адамдар деуге болады. Әртүрлі саладан 43 сала бойынша жұмыс жасаймыз. Сондықтан бізде музыканттар да бар, суретшілер де бар, қолөнершілер де бар, әртүрлі салада. Ал енді дәл қазір менің екі қонағым ол музыка саласына жақын адамдар, керемет өзіміздің Шығыс Қазақстан облысымызда, қаламызда, тіпті республикалық деңгейде танымал адамдар десем де болады. Оң жағында отырған мырза Айдын Алдархан, Шығыс Қазақстан облысының тумасы, Аққайнар ауылы, Қатонқарай ауданы. Өзі әнші, өзі өте шығармашыл жігіт, 8 қырлы, бір сырлы, өзін және ары қарай таныстыра кетеді. Және де сол жағында отырған мырза Дулат Бақытжанұлы. Бұл кісіні мен өзім бүгінгі дейін танымады екем, бірақ қазір таныса жатармыз. Бұл кісі енді шынымен де композитор, музыка өңдеуші, ән өңдеуші, ән жазушы, және де біздің Байжігіт ансамблінің оркестрінің қатысушысы, 8 қырлы, бір сырлы жігіт. Ал енді қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сіздерге енді жалпы бір сұрақ қояйын. Осы музыка саласына қалай келдіңіздер? Ол өздеріңіздің таңдауларыңыз болды ма, әлде кішкентай кезінен басталған бір жолдарыңыз болды ма? Басқа жол жоқ дегендей. Қалай болды? Енді ол бойда бар қасиет деп ойлаймын енді. Себебі біздің әкеміз, шешеміз жалпы нағашы жұртта тәрбие көргөсін. Сол жерден музыкаға жақын адамдардың ортасында өскеннен кейін әнге жақын болдық. Және Дулат бауырымыздың әкесі, біз Тарбағатай ауданында Жетарал деген ауылдыкіміз. Сол жерде біз Баянбаевтар әулеті. Мен әкем музыкант болған кісі. Әкем музыкант болған, атамыздан тараған ғой. Апайларым музыкант. Қазір Ақжар ауданы ғой. Тарбағатай ауданының қабілетесі. Соны Ақжарда Дом культурада жұмыс істейді абайымызда. Сол бала кезден сол өнердің ортасынан өскеннен кейін өзі әкеміз кішкене ес білгеннен бастап өз екі ағарманымыз болған. Өз бала күнінде либо суретші болам, неге әнші болам, музыкант болам дейтін. Содан енді әкем өзі музыкант болғаннан кейін музыкаға бейімдеді. Содан осы жақта оқып. Сізге сұрақ. Осы сіз музыка жазасыз, иә? Музыка сізде қайдан туады ол? Әуеннен туа ма, мәтіннен туа ма, әлде эмоциядан туа ма? Енді бір философиялық сұрақ. Негізі шабыт дейді ғой, шабыт келеді дейді. Ол шабыттың келетінін ешкім білмейді қай уақытта. Оған әсер етеді сол жаңағы бір эмоция әсер етуі мүмкін. Белгілі бір іс-әрекет, мысалы, белгілі бір, мен мысалы енді өзім күйші емеспін, бірақ 2015 жылы 14 жылдары Астанада жүріп, Астанаға енді демалыс, біз оқып жатырмыз мұнда. Анам Астанада болды, сол жаққа барып жүргенде, ол кезде қазіргідей Инстаграм, ТикТок дамымаған уақыты ғой. Ол жерде көбіне интернетке көп кірмейміз. Сол жерде мысалы ұйықтаймын, түсімде әкем кіреді, әкем марқұм болып кеткен, әкем домбырашысы болған. Сол кісі бір күй ойнайды. Ана күй құлағымда қалқала береді. Оны ертесінде тұрам, ойнаймын, сөйтіп диктофонға кусокпен жазып жүрмін. Содан бәрін құрап бір күні ойнасам, полноценный күй. Одан оны бір жерден естіген күй шығар деп мән бермей жүремін. Соны бізде колледждағы домбырашы достарым бар, енді группаластарым. Олар енді мектеппен бүкіл күйді біледі, бүкіл күймен танысқан. Соны группалас досым шақырып алғанда ойнап беремін ана күйді. Соны айтып, тыңдашы, ол айтамын да, кімнен күйдесің, ол білмейді. Мынау кімнен күй, оғында менің күйімге, мен шығарымды. Мысалы, сондай да бір ол түстен келуі мүмкін, сол сияқты ғой, ол шабытқа байланысты көп нәрсе әсер етеді. Айдын мырза, ал енді сізге шабытты не береді? Әндеріңіз қалай туады? Қандай әндер жазу, қандай бағытта жазу деген сияқты? Жалпы өзі қазір неше әніңіз бар? Бір альбомыңыз бар ғой деймін, біреу емес, бірнеше болып. Жоқ, бір альбом бар, негізі 20-дан асады әндерім, авторлық әндер. Енді шабыт маған көбінде спонсорлардан келеді десем, иә. Әртүрлі енді.
бирөө осындай ән жаздым, осыны жарыққа шығарсақ деп, болмаса өзім бір әннің сөзіне, әніне, әуеніне құлайын, былайша айтқанда. Сол тараптан келіп жатады шабыт. Енді орта бар, жаңа Дулат айтпақшы, эмоция бар, түрлі бір көңіл күйге байланысты әндер шығады. Патриоттық бір сезім, өзінше бір жүректі кернейді. Туған жерге деген әндеріміз көп, иә. Негізі кез келген бағытта бар әндеріміз. Енді Айдын мырза Катон Қарағайдың тумасы болғандықтан жер жанаты дейміз. Катон Қарағай туралы өлең жазбау, ән жазбау енді ол абыстық болар, иә. Ал енді сіздерге осындай бір сұрақ. Қазіргі заманда ән шығарған кезде, немесе әуен шығарған кезде, музыка шығарған кезде авторлық құқық деген нәрсе бар. Мысалы, сіздер оны қалай қорғайсыздар? Қандай қиыншылықтар бар ма? Өйткені біз енді шығармашылық адамдарды дамыту орталығы болғандықтан, креативті индустрияны дамыту орталығы болғандықтан, сіздер сияқты талантты адамдарға көмектесу біздің парызымыз. Сол туралы айтып кетсеңіздер, мысалы. Мұнда авторлық құқықты қорғау үшін өзі, егер нақты авторы болсаң, сол мысалы біз әнді авторлыққа тіркеген кезде, біз болған тіркегенбіз. Сол кезде белгілі өзің жазған әніңнің нотасын жазасың. Өзің жасағаныңды дәлелдейсің да. Сондықтан енді ары қарата мысалы біреудің әнін біреу орындап, ұрлап алып деп дау болып жатады. Енді ондай ситуацияға түс көрмегендіктен ол жақты қалай шешетінін мысалы ол білмейді екен. Енді ол жақты мысалға бір ән жазса, әуен жазса, соны өзінің парақшасында насихаттау керек та. Сол иә, YouTube каналдары бар, өзінің әлеуметтік желілерінде насихаттаса, сонымен де қорғалады деп ойлаймын. Жақсы. Айдын мырза, енді осындай сұрақ. Сіз ән шығарып жүресіз, көрермендердің алдарында жүресіз, Шығыс Қазақстан облысы емес, бүкіл Қазақстан бойынша енді жүрген кездеріңіз болды ғой, иә? Қай жердің көрермендері сіздерге жақын деп ойлайсыз енді? Менталитетіне байланысты, әлде өзіңіздің Шығыс Қазақстанда комфортна ма? Әрине, Шығыс Қазақстанда өзіміздің жер болғаннан кейін көпшілігі біледі бізді енді. Әр туған жердің топырағы да, жаңа суы да ыстық деген сияқты. Жаңа көрермендер де ыстық қой енді. Өзіңіздің фанаттарыңыз бар, е? Фанаттарымыз бар осы жақтан, жергілікті. Көбінесе сол үлкен кісілер менің ортамды тыңдайтын. Жерлестерім бар деген сияқты. Және де көрермендерге айтып кетейін, Айдын мырза бізде жай ғана әнші емес, ол кісі осы Өскемен қаласына, Шығыс Қазақстан облысына белгілі біздің әншілерімізді, эстрадалық әншілерімізді концертпен әкеліп жүр. Концерт ұйымдастырушы деп та айтуға болады. Осы кісі арқасында біз Қайрат Нұртастың концертіне бара аламыз, мысалы, иә, Ернар Айдардың концертіне барамыз, басқа да әншілердің. Сол процесті қалай айтасыз? Ол ненің бір салы болып келеді? Өзіңіздің бір шабытыңыз оянып, сондай ұйымдастырғыңыз келді ме? Неліктен туындады? Қалай туындады? Жоқ, енді көбі түсінбей жатады енді ол. Енді көп әншілермен араласқаннан кейін өзімнің жаңа інілерім бар, әпкелерім бар. Мені былай көпшілік халық танымағанмен де 80-90% эстрададағы барлық әншілер таниды. Көбінің жаңа үйінде де боламыз. Сол кісілердің жаңа кешімді өткізсем, көмектессем деген сияқты. Мен осы Шығыстың, Семей, Өскеменнің тумасы болғаннан кейін бағыт бағдарын берем, залын сұрап берем деген сияқты. Сол жағынан көмектесем. Ал енді барлық әншілердің өзінің администраторлары бар, өздерінің ұйымдастыратын нелері бар ғой енді. Бірақ сіздің арқаңызда біз оларды жиірек естиміз ғой енді. Араласқаннан кейін қастарында жүреміз, сол жағынан ғой, иә. Жақсы. Неге десеңіз, өйткені бізде қазір жалпы айтып жатсақ, елімізде қазақи тренд, қазақи контент деген дүние бар. Қазақша эстраданы тарту, қазақша эстраданы жай ғана оңтүстікті емес, шығысымызға да әкелу, о кісілердің репертуарымен біздің халқымызды таныстыру деген дүниені бізде Айдын мырза жасап жатыр. Сондықтан сізді белгілеп тұрып айтып отырмын, онда
орысша айтқан кезде не скромничайте. Жалпы енді сізге осындай сұрақ. Сіз қай аспаптарда ойнайсыз? Және оркестр туралы айттыңыз. менің негізі оқып бітірген аспабым ол қазақ халқының ұлттық аспабы, көбі білмейді оны. Көп жерде былай домбыра сияқты танымал емес. Шертер деген аспапты оқып бітірген негізгі мамандығым. Енді ол шертер деп айтқанда былай көзге елестеу үшін үшекті домбыра деп айтса болады. Сол аспапты оқып бітірдік. Сол оқып жүріп фортепиано оқимын, фортепиано ойнаймыз, енді домбырада ойнаймыз арасында. Енді жәнегі сол үшекті аспап оқығаннан кейін үшекті аспаптың өзі бәрі құрылымы бірдей. Жаңағы бас домбыра дейді, ол сәл үлкендеу. Контрабас домбыра үлкені, оркестрдан көріп жүрсеңіздер. Прима дейді, ол кішкентай орыс халқы аспаптары. Солардың барлығында ойнай береміз. Сол бір мамандықта, иә. Сегіз қырлы бір сырлы. Ал енді көрермендер, бізде үлкен уақыт, үлкен ауқымды подкаст жасайтын қазір мүмкіндігіміз болмай тұр. Бұл формат лайв подкаст болғандықтан кішігірім тез сұрақтар, кішігірім тез жауаптар болып тұр. Бірақ менің ойымша осы екі мырзамен біз әлі 2-3 сағат отырып та әңгіме дүкен құруға мүмкіндік болатын шығар келешекте. Сіздерге рахмет. Көкейіңізде жүрген тағы да сұрақтарыңыз, айтам деген дүниелеріңіз болса, біздің инстаграмға жазуға болады. Бізге келіп, бізбен тығызырақ танысып, бірге жұмыс жасауға ары қарай. Жақсы. Креативті дамыту үшін. Жақсы, дамытайық. Шығысымызды сіздермен бірге бірлесіп бітірейік. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Елеу ескеріп шақырып отқаныңызға көп рахмет. Енді бұйыртса болашақта әлі талай әңгімелесеміз. Біраз идеяларымыз да көп деді. Сондай идеялар керек қазіргі кезде, өйткені біздің елбасымыз бізге талап қойды. Креативті экономиканы дамыту деген, креативті индустрияны дамыту. Бізде сол жаңағы өнер студиясы бар. Жас өнерпаздардың барлығын басын бір жерде қосып жатырмыз. Ары қарай Дамыту балалармен жұмыс. Студия бар. Мынау нәрсе қолға аламыз да біз. Мысалы қазір қарасаңыз, бәр жерде либо профессионал музыкант болу керек, либо мүлдем музыкаға жоламау керек деген бір не бар да. Мысалы қарасаңыз, мектептерге де барсаңыз, ол жерде чисто профессионально. Қараңыз, Құрманғазы, Дина апамыздың барлығында музыкальный образование болмаған да. Ол кісілерде не болған? Құйма құлақ дейді. Ол кісілер есту қабілеті арқылы үйренген да, слухым мықты екен деп айтып жатады ғой. Ол негізі, ол былайша слух болғанмен, ол балалардың есту қабілетін дамытатын жұмыста. Домбыра, мысалы, оны көзбен көру, ол көру қабілетін, мышечный памяттарын дамытады. Біз соны кішкене қолға алып жатырмыз, балаларға профессионально емес, осы құйма құлақ әдісін кішкене көбірек үйретсе, мысалы, кез келген бала бір отырып жоқ дегенде бір ән даңғылдап айта алатындай, үйдегі мысалы әкеміз, мысалы любой үйінде үлкен ағалар, аталарды қарасаңыз, домбыраны қатты ойнамаса да әйтеуір бір ән тыңғылдатып айтады. Ол бір сол келген салада сол жоғалып бара жатқандықтан негізі қазір басым күшті соған жұмсап жатырмыз да балаларды. Керемет. Бастамаларыңыз дамай берсін. Біз сізді көмегіңіз қалай көмектесе аламыз, көмектесіп беріп жатыр. Бірнеше жұмыс жасайық. Рахмет. Жақсы, рахмет.